Қайырлы күн баршаларыңызға. Сия кетірудің жолы, негізі дайректке келетін көп сұрақтардың бірі осы. Негізі сияны кетіру жолы, қыздар, төгілсе кетіру өте қиын. Ал ручканың сызуы оңай кетеді. Оны да келесі видеоларда көрсететін боламын. Сияны жусаңыз да порошокпен жусаңыз да кетпейді. Ол матаның тығыздығына байланысты. Егер мата тығыз болса, қандай нәрсе жасасаңыз да сия кетпейді. Ол үшін бізге қажет сүт қажет. Сүтті микроволновка 2-3 минутқа жақсылап қатты ысытамыз да, сия болған кофтаңызды, киіміңізді сол сүттің ішіне батырып қоясыздар. Яғни 1 сағат тұра ма, 2 сағат тұра ма, өзі краскасы кеткенше тұрады, қыздар. Егер кетпей жатса, онда матаға да байланысты кетуі қиындау болады. Ал мынадан уже кетіп жатыр. Нәтиже керемет. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Тағы да Ал қайырлы күн, қыздар. Бүгін бізде міне ручкадағы сияның ізін кетіретін боламыз. Бұны көп адам білетін шығар, но білмейтін жандарға да көрсетіп қойын. Так, осы ручка сызылды, я. Ол үшін бізге қажет кез келген прелис қажет. Шашқа арналған лак. Осы жақсылап сияның үстіне құясыздар. Себесіздер. 10 минут, даже 3 минут күтсеңіздер де болады. Өзің қазір